Электронный очередь деді бізге. Электронный очередь. Список беріледі бізге. Аш біз. Жұмыс жоқ. Ақша жоқ. Заехало 2 машины. А Евротранзит 12 прицепов завез. Евротранзитқа конституция ол жоқ олар үшін. Таможен солар салған ғой. Электрон очередтен болу керек. Иә, Қытай шешеді. Қазақстан мен Қытай арасында жүк көлігімен тауар тасып кәсіп етіп жүрген Алматы облысының тұрғындары бас көтерді. Олар Қорғас пен Нұрлы жол бекеттерінен өту мүмкін емес дейді. Өйткені екі ел арасындағы тауар тасымалына бір ғана компания Евротранзит жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жауапты көрінеді. Салдарынан Қытайдан келіп жатқан тауарлар күрт қымбаттаған дейді наразылық білдірген кәсіпкерлер. Тек Алматы облысы Панфилов ауданының өзінде 3000-нан астам тасымалдаушы 6 айдан бері шекараның арғы бетіне өте алмай отыр. Жүргізушілердің сөзінше, билік таңдап алған компанияның көліктері ғана Қытай-Қазақстан арасында кедергісіз жүріп жатыр. Тауар тасушы көліктер саны шектеулі болғандықтан, кәсіпкерлер олардың сұраған бағасын беруге мәжбүр. Халыққа жұмыс жоқ. Евротранзит деген компания осы Нұржолда өздері ішіне 52 машинаны кіргізіп алды. Қытайға солардың машиналары беспрепятственно кіреді, біздің машиналар тоқтап тұр міне. 6 ай болды біздің очередте тұрғанымыз. Аш біз, жұмыс жоқ, ақша жоқ. Бала-шағамыздың не оқусыныкіне, не коммунальный услуги үйдікін төлей алмай жатырмыз қазір. Бұл заң бәрімізге бір, конституция бәрімізге бір. Бірақ бұл Евротранзит деген Нұржолдағы Евротранзитқа конституция ол жоқ олар үшін. Оларға іштеме жоқ, оларға право жоқ оларға. Бізге халыққа келгенде закон тіреп қояды. Мемлекеттік кірістер комитеті тапсырысымен жасалған электронды кезек бағдарламасы тек ауыр жүк машиналарын ғана емес, кезекті созу, адамдар санын артық көрсету үшін жеңіл көлік тракторларды да тіркей береді дейді ашынған адамдар. Бұрын әрбір ауыр жүк көлігінің жүргізушісі айына кем дегенде 2 рет Қытай компанияларынан тауар тиеп шықса, соңғы жарты жылда кеденнен 1 рет өту мұң болған. Тауар таси алмай тарыққан жұрттың сөзінше, Қытайдан Нұрлы жол кеден бекетіне, яғни 2-3 шақырым жердегі қоймаға тауарды тасуға Евротранзит 5-6 миллион теңге ақы алатын көрінеді. Бұл Қытайдың арзан тауарының біздің елде бірнеше есе қымбат сатылуына себеп. Айына енді өтірік айтпаса 7-8 рет рейс жасайтынбыз. Сол кезде көкөніс құны 250 теңге, мысалға лазының құны 250, помидордың құны 300-400 теңге болатын. Қазіргі кезде мына Евротранзиттің арқасында мына баға деген шарықтағанда лазының құны қазір базарға барсаңыздар алтын ордаға көресіздер 3000 теңгеге жетті. Помидордың құны 3000-4000 теңгеге жетті. 6 айда 1 рет кіре алмай жатырмыз. Жылына 1 реттен кіріп атырмыз. Егер 7000 очерттен, егер біз есептесек, бір 5 жылдан кейін кіреміз екен. Себебі күніне 2-ақ машина кіріп атыр. Жүк басқыштардың ұсынысы. Ал біз о кісілерден Қытаймен сөйлесіп көрсек, о кісілер айтады, Евротранзит бізге 15.000 деді, 12.000 деді, бізге сендер 10.000-ға машина беріңдер дейді. Бірақ біз мінерден машина өткіз алмаймыз. Нұрлы жол кеден бекетінің басшылары тауар тасуда ешкімге ерекше жеңілдік жасалмағанын айтқанмен, олардың сөзін аудан әкімдігі жоққа шығарды. Полиция кеден жақтағы көліктерді тек берілген тізім бойынша ғана өткізетінін айтып, халықты тағы да кері қайтарды. Халқы былтырдан бері жұмыссыз қалса да, қамсыз отырған аудан әкімдері кеден бекетін мемлекет емес, әлгі монополист компания салғандықтан жеңілдікке ие деп отыр. Бұл оператор жаңағы өз жұмысын жасап отыр. Бірақ қазір Қытай жақпен өткен келісім бойынша осы жерде инициативный группа да біледі. Қазір мейлінше 50 мен 50. Қазір апарып кіргізіп қояды, біз мысалы машиналар. Қараңыз. Жаңағы Евротранзиттің қанша жүк көлігі осының ішінде тұрақты жұмыс істеп жатыр? Иә. Қанша КАМАЗы бар? Олардың тізім бойынша 52. Соны Қытай бұланды талап қояды. Мына үшеуі. Мысалы, электрон очередтен болу керек. Иә, Қытай шешеді. Почему вы народу не помогаете? Енді қазір Евротранзитпен екеуі бірдей жұмыс істей алмай жатыр. Енді Евротранзит көбірек жұмыс істеп жатыр. Евротранзит көбірек жұмыс істеп жатыр. Көбірек жұмыс істеп жатыр, иә. Неге? Енді ол инвестор болғаннан кейін соның ішінде таможен солар салған ғой. Жүргізушілер Евротранзиттің техникалары тәулік бойы тауар тасымай халықпен бірге жалпыға ортақ кезекке тұрып, кеденнен сыртқа шығуын талап етті. Бұл шарт орындалмаса, жылжымайтын жасанды бағдарламаның қажеті жоқ деп санайды олар. Шекараға бағытталған көліктерді өткізбеу үшін полиция күзеті қойылған. Амал таусылған ел соңғы үмітіміз халық сайлаған Нұр Отан партиясына дейді. Нұр Отан партиясынан осы біздің мына Қорғас Нұр жол бекетінде осындай
мына шарасыздықтан сіздерден сұрағымыз бар. Қаншама жүргізушілер бар, 7 мыңнан астам жүргізуші бар, олардың отбасылары бар. Және бұл тек қана біздің жүргізушілердің ғана жұмыссыз отырғандығынан емес, бүкіл Қазақстан халқына бағаның шарықтап кетуіне осы монополистер себеп болып отыр. Сол себептен Нұр Отан бізге көмек сұраймыз сіздерден. Халық болып сіздерден үміттенеміз. 8 ай болып жатқаным. Менің де бала шағам бар мысалы. Біздің основной мына Алматы облысы, мына ерде Алматы облысының бәрі осы Қытаймен жүк тасымалдап күн көріп жатқан халық. Қазір халықтың бәрі бос жүр. Үйінде жатыр. Только Евротранзит істеп жатыр. Шекарадан тауар тасуды тағатсыздана күтіп жүрген жүргізушілердің мәселесі қашан шешілері белгісіз. Әмірболат Құсайын, Әсет Құндақбаев, Азаттық рухы.